Шағын және орта бизнестің үлесі шамамен 35%. Олар экономиканың драйвері деуге болады. 2022 жылы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы және 2025 жылға дейінгі кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде даму қоры 210 миллиард теңге бөледі. Оның 162 миллиард теңгесі кәсіпкерлікті несиелеуді субсидиялауға, 47,7 миллиард теңгесі қарыздарға кепілдік беруге жұмсалады. Шағын және орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі еселеп артып келеді. 2005 жылдан бері кәсіпкерлер шығаратын өнім көлемі 28 есе артқан. Саланы дамытуда түрлі тетіктер қолға алынды. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бойынша негізгі операторы болып, жан-жақты және тиімді қолдау құралдарын жүзеге асырады. Атап айтсақ, бұл берілген қарыздардың пайыздық ставкасын арзандату, кепілдік беру болып табылады. Даму қоры өз жұмысы барысында экономиканың түрлі салаларының жалпы сомасы 10 триллион теңгеден асатын 173 мыңға жуық жобаны қолдады. Осындай субсидиялаумен несие алып жұмыс істеп жатқан кәсіпорындардың бірі Солтүстік Қазақстан облысындағы фанера жасау зауыты. Олар жиһаз бен құрылыс жұмыстарына қажет шикізат шығарады. Перед открытием Зауытты ашпас бұрын біз даму қорының бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасымен қайта қаржыландыру жасаттық. Сол қаражатқа құрал жабдықтарды сатып алдық. Несиенің проценттік мөлшерлемесінің басым бөлігін мемлекет төлеп береді. Егер несие мөлшерлемесі 19,5 болса, оның 6%-ін ғана біз төлейміз. Қалғанын даму қоры төлейді. Бұл кәсіпорынды дамытуға демеу болды. Былтыр кәсіпорын 12 мың текше метр фанера шығарса, биылғы өндіріс 18 мың текше метрге жетті. Тәулік бойы жұмыс істейтін зауытта 300 адам еңбек етеді. Өнімнің 95% экспортқа шығарылады. Ғазиза Мұхамеджанова, Руслан Алиев, Хабар 24.